Сәлеметсіңдер ме балалар? Музыканы өте жақсы көретін менің сүйкімді шәкірттерім, біздің бүгінгі музыкалық саяхатымыз дала әуеніне арналады. Яғни біздің бүгінгі музыкалық тақырып дала әуені. Осы тақырыпқа байланысты біздің қазіргі тыңдайтын музыкалық шығармамыз композитор Түркештің күйі «Көңіл ашар». Көңіл ашар күйін алдыңғы сабақта тыңдаған Саржайлау күйімен салыстыр. Қайсы күй шертпе, қайсы күй төкпе. Суретке қарап, дала туралы ой пікіріңмен бөліс. Қазір жаңа әннің мәтінімен танысып, әуенін тыңдап, айтып үйрену сәті. Балалар композиторы Ибрагим Нүсіпбаевтың әні «Кең дала». Алақай-ау, алақай, дала қандай кең еді, бәрімендей балақай асыр салып келеді. Жайнап өскен гүліндей, ұлымын кең даланың, өзім туған үйімдей, аунап қунап аламын, аралаймын орманды, шаршамаймын ойнаймын, осынау дала мейрамын, мен де бірге тойлаймын. Ән салмас бұрын дауыс шаттығын айтып, тамағымызды қыздырып алған абзал. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re,
yaşor. Алақай-ау алақай, дала қандай кең еді, бәрі мендей балақай, асыр салып келеді. Бәрі мендей балақай, асыр салып келеді. Жайнап өскен гүліндей, ұлымын кең даланың, өзім туған үйімдей, аунап-қунап аламын. Өзім туған үйімдей, аунап-қунап аламын. Аралаймын орманды, шаршамаймын ойнаймын, осынау дала мейрамын, мен де бірге тойлаймын. Осынау дала мейрамын, мен де бірге тойлаймын. Ұстазды тыңда, үйге тапсырма, тақырыпты оқып, өлеңді жатта. Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар балалар.